Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендер. Бүгін біздің жастар қызметкерлер қауымдастығының әлеуметтік бағыт-бағдар беру тақырыбындағы подкасттар желісі одан әрі өз жалғасын табуда. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз ұлттық тәрбие тұрғысында болатын болады. Және біздің қонағымыз Шәкен Тұрар Саттарқызы, Қара шаңырақ атты ұлттық тәрбие беру мектебі жобасының авторы әрі жетекшісі, тарихшы, этнология магистрі. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Енді Тұрар Саттарқызы, сіз өзіңіз өскелең ұрпаққа тәрбие беру, жаңа бір тәрбие жұмысын тек қана бір ұлттық тақырыпта емес, оны бір жаңашылдандыру мақсатындағы бір жұмыстармен етене араласып, айналысып келе жатсыз. Білеміз, осы Нұр-Сұлтан қаласында, бүгіннен бастап Астана қаласында осы тақырыпта өте көптеген жұмыс атқарып келе жатсыз. Осы сұхбатымызды бастамас бұрын жоба туралы, жалпы мектеп туралы айта кетсеңіз. Оның идеясы неден туындады, қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарылып жатыр сол тұрғысында? Енді қара шаңырақ деген сөз жалпы әр қазақтың жүрегіне жылы тиетін сөз. Ол үлкен қасиетті ұғым. Қара шаңырақ деп еске алсақ, оны ең алдымен бізге өзіміздің бала кезімізде өскен үйіміз, қара шаңырағымыз еске түседі. Ал енді сол өскен үйімізде қандай тәрбие көрдік, қандай өнеге көрдік. Соның бәріне біздің Қара шаңырақ ұлттық тәрбие беру мектебі жобасының жалпы қасиеті, мынау сөздік қасиеті ұғымы өте кең. Бұл тек қана жаңағындай өзіміздің сол өскен үйіміз емес, жалпы отанымыз, тіліміз, құндылығымыз, діліміз, салт дәстүріміз, біздің өскен ортамыз. Осының бәрі осы қара шаңырақ ұғымына кіреді. Ал енді қайдан басталды десек, шын мәнінде барлығымызда ата-анамыз үйде жаңағындай бала тәрбиелейміз, ұрпақ тәрбиелеп отырмыз, еліміздің ертеңін тәрбиелеп отырмыз. Әр жаңағындай өзінің отанына, еліне, елінің ертеңіне алаңдайтын әрбір ата-ана, ол болашақ ұрпағым қандай болады екен деп бір қашанда ойлайды. Өзімде енді екі ұлдың анасы болғаннан кейін, болашақ елдің азаматтарын тәрбиелеп отырғаннан кейін, біздің еліміздің ертеңгі ұлдарымның ертеңі, болашағы, және де қоғамда болып жатқан түрлі бір қазіргі кездегенде кішкене бір рухани құлдырау жағдайындағы ұрпақ тәрбиесі қалай болады деген ой қашанда жүрегімнің төрінде жүретін. Оның үстіне мен жаңағы өмір бойы өз қызметіммен бірге қоғамдық жұмыстарға көп араласатынмын. Міндетті түрде жаңағы балабақша, мектеп, ата-аналар жаңағы комитеттерінің төрайымдары немесе мүшелері болып жүргенде өте жаңағы тығыз қазіргі заманның ұрпақ тәрбиесіне араластым. Сол уақытта бұл қалай болады деген көп сұрақтарды өзіме қоятын. Өйткені қазіргі кезде мынау енді жас ата-аналардың жаңағы ата-ана боламыз деп жүрген жастардың тәрбиесі, балалардың тәрбиесіне қарап қынжылатын да жағдайларым болатын. Сондай уақытта мен не істей аламын? Ертеңіміз үшін алаңдағаннан кейін осы жоба дүниеге келді. Бұл жобаның дүниеге келуі мына 11-12 жылдан бастап қоғамдық жұмыстарға араласып жүрген кезде осы отбасылық құндылықтар, ұрпақ тәрбиесі жайлы өз бетіммен әрбір мектепке бірге барып, жаңағы балабақшаларға барып, дәріс оқып, балаларға ертегі оқып, осындай өз бастамаммен сондай идеялар туындап, осылай жұмыс жасап жүрдім. Сонымен қатар жаңағындай Омар Жалел, басқа да осындай қоғам қайраткерлерін өзімнің жаңағы мектепте, өзімнің жаңағы ата-аналар комитетінің төрайымы болып отырған мектептерге шақырып, сондай кездесулер ұйымдастырып, кішкене де болсын жаңағындай бір ұрпақ тәрбиесіне қосқан үлесім болсын деп. Содан кейін 2017 жылы мүлде жаңағы мемлекеттік жұмыстан кеткеннен кейін қоғаммен араласа бастадым да, қоғамға шығып 2018 жылы осы Қарқаралы тауларына барған уақытта осы бір идея келді. Осы Қарқаралы тауының төбесіне шыққанда ойланып барған адам Қарқаралы тауының төбесінде тұрып, шыңында тұрып, маған осы Қара шаңырақ деген атау дүниеге келіп, содан бастап сол таудан түскен уақытта мен өзімнің әрі қарай не істейтінімді жаңағындай
білдім. Авторлық жобам осылайша туындады. Содан 2019 жылы Сарыарқа ауданында тұратын ол кезде осы мәселелерді әрқашан толғандырып жүретін. Сондай уақытта Сарыарқа ауданының әкімі ол кездегі Ерғали Қуандықұлы Егенберді сол кісімен кездесу барысында бір біздің ауланың бір мәселесі бойынша кездескен уақытта ол кісімен сөйлесіп тұрып, кейіннен осылай жобаны айтқан кезде сіз маған келіңізші деді. Солдан бастап біз Сарыарқа ауданының әкімдігі ғимаратының ішінде сөйлесіп отырып, кейіннен сол ғимараттың ішінде біршама жұмыстар жасадық. Ол жаңағы жас отау, мынау жастардың ажырасудың алдын алу бойынша жұмыстар жасадық. Одан кейін жаңағыдай ертегі ертеңде жобасын осындай бір енді қазір подкаст демей-ақ қояйын, бірақ рухани танымдық осындай клубтар жаңағыдай эфирлер жүргіздік. Осылай ол дүниеге келді. Мектептермен жұмыс істей бастадық. Бірақ ол кезде ешқандай қаржыландыру жоқ. Жаңағы енді бастамамен осылай іске аса бастады. Енді қазіргі уақытта, былтырғы уақытта наурыз айының кезінде қала мәслихатының хатшысы Ермекұлы Каналимовтың жаңағы шақырып сол кісінің кездескен кезде жобаны қолдап, былтырдан бері, наурыз айының соңынан бері осы күнге дейін тіл басқармасының қолдауымен, қалалық әкімдіктің қолдауымен біз осы Қара шаңырақ ұлттық тәрбие беру мектебі жобасын осы қаланың елорда мектептері мен балабақшаларына енгізіп, біз біраз жұмыстар жүргіздік. Осы күні кеше ғана бір есебімізді тапсырған уақытта, мына балалар жылы деп жатырмыз, осы қаламызда 60-қа жуық балаларға қатысты іс-шаралар ұйымдастырған екенбіз. Соның ішінде ауыз толтырып айтарлығы, өздеріңіз де енді естіген шығарсыздар, елордада біз мынау Баһадүр Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлының келіні, этнолог, жазушы Зейнеп Ахметовамен кездесуді, үлкен республикалық деңгейдегі кездесуді ұйымдастырдық. Бірінші кездесуіміз Жастар сарайында өтті, екінші кездесуіміз Үркер тұрғын үй алабында. Сол кездесуге ең алғашқы күні 1000-ға жуық адам келді. Екінші күні 600-ға жуық адам келді. 3,5 сағаттық Зейнеп апамызбен өткен кездесуде қала халқы шын мәнінде жаңағы Жастар сарайында орын жетпесе де еденде отырып көріп, бір өздеріне бір рухани азық алды. Соған қарағанда қазіргі қоғамда бізде ең жетпейтін нәрсе осы бізде рухани азық жетпейді. Жаңағы Жастар сарайына келген Зейнеп апамызбен кездесуге келген жастар, олар өз еркімен келген ба, немесе енді разнарядка дейміз ба, квота дейміз ба, акиматтан қинап кейде балаларды жинап жібереді, ол сондай шара ма? Жоқ, бізді таң қалдырғаны адамдардың жаңа жастары болсын, қайсы болсын өз еркімен келгені. Тіпті жаңа Жастар сарайының басшысы басын кезінде бізде керемет бір әншілердің, жаңа жұлдыздардың концерті болады. Бұл толып тұрмайды зал. Сондықтан да сіздердің жаңа кездесулеріңізге ешкім келмейді дегенде сөздер болды де. Ал шын мәнінде жаңағы Жастар сарайына адамдар толып кетіп, сырттағы адамдар бізді кіргізіңізші, біз жерде болсын отырып тыңдаймыз Зейнеп апаны дегенде өзіміз таң қалдық. Біз ешкімді жаңағындай қинап, зорлап әкелген жоқпыз. Яғни жастарда бәрібір рухани азыққа деген зәрулікті біз осыдан байқадық. 3,5 сағат бойы тырп етпей, тіпті біздің қала басшысының орынбасары Есет Берікұлының өзі келіп, соңына дейін отырды. Сол кезде біздің байқағанымыз жаңағындай кез келген жаңағы шенді болсын, шекпенді болсын, қарапайым адам болсын, біз барлығымыз осындай рухани азыққа зәру екенбіз. Осы бізге жетпейді екен. Зейнеп апаның жүрегінен шыққан дүние барлығымыздың жүрегімізге енді жаңа сіз айтып жатырсыз, Қара шаңырақ ұлттық тәрбие беру мектебінің жаңағындай жастар бізге тартыла ма деп деген сияқты сұрақтар, мен міне қазір таң қалғаны, бұрын ойлайтында осы жаңа ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие деген нәрсе біздің үлкендерге ғана керек шығар, менің буыныма ғана керек шығар деп. Бізде бүгінде өздеріңіз енді білесіздер, Зарина Ашырбек, Гүлнұр Сапабек, жаңағындай Ғылымхал деген баламыз бар жанымызда. Және де осындай жастарымыз бізге қазір тартылып жатыр.
Бұл сұрақ не үшін қойып отырмын? Енді сөзін шыны керек, бір сөз бар ғой, осыдан бір қателеспесем 2-3 жыл бұрын бір грек данышпаны қазіргі жастар бұзылған деп айтқан деп. Сәйкесінше қазірде айтады ғой. Ана біздің кейде айтып жатады, енді сөзін шыны керек. Жастар тәрбиесіз, бұзылған, немесе жаңағы ұлттық құндылықтарға деген қызығушылығы жоқ деп кейде жастар туралы көп сондай пікір айтып жатады. Сіз жаңа айтып отырсыз, олай емес. Жастар өз ұсыныстарымен келіп, өздерінің қызығушылығымен келіп, жастар сарайының ішінде кішкентай емес, дөй залға, соның өзінде жаңа орын жетпей адамдар отыр деп. Жалпы осы тақырыпқа қалай қарайсыз? Қазіргі жастар бұзылған, жаңа ұлттық құндылықтардан жақындағылар келмейді, аулақ дейтін. Себебі енді сөзін шыны керек, қазір жаһандану заманы. Біз кейбір мемлекеттер сияқты жабылып алғымыз да келмейді. Ұлтымызды одан сайын бір модернизациялап, одан сайын бір әлемде өзімізге бір лайықты бір орын тапқымыз келеді да. Содан үлкен жаһандану процесінде енді қазақтар да өзіне бір орын іздейді ғой. Сәйкесінше. Енді ол жаңағы жаһандану болғаннан кейін басқа мәдениеттердің де кейде көшіруге, немесе соларға ұқсап бағуға да тырысатынымыз бар. Бірақ соған қарамастан осы жаңағы жастар ұлттық құндылықтардан аулақ болып бара жатыр деген тақырыпқа қалай қарайсыз осы тұрғыда? Жаңа енді мына сұрағыңызға бірінші сіз айтып отырсыз ғой, жастарды неге кінәлайды? Қай заманда да жаңағы ересек буын жастарды кінәлайды. Біздің заманымызда да ол кінәлайды. Бізге дейінгілерді мен шын мәнінде қазіргі кезде жастарды ешқашан да кінәламаймын. Барлық кінәні өзімізден көр. Біздің жастарымыз қазір айтып жатыр, дұрыс айтасыз. Ұлттық құндылықтан жаңағы бір көргенсіз, бұлар ешқандай жаңа тәрбие көрмеген деп жатады. Жастарды емес, біз осы буын өзімізді кінәлауымыз керек. Біз өзіміз бере алмаған нәрсені, өзіміз тәрбие бере алмаған, өзіміз үйрете алмаған нәрсені біз жастардан қалай сұраймыз? Бала дүниеге келгенде аппақ қағаз сияқты дүниеге келеді. Ол қағаздың бетіне қандай сурет саласың, қандай жазу жазасың, жаңа қандай бояумен бояйсың, оның барлығын сен өзің жасайсың, өз қолыңмен. Жастарға жаңағыны мына бүгінгі біздің салып атқан дүниеміздің барлығы ол болашақ, біздің болашағыма салып жатқан инвестиция. Өкінішке орай осы күні кешеде естіп жатырмын, білім министрлігі жағынан да жастар білім алу керек деп жатамыз. Әрине білім керек, бірақ білім мен жаңағы тәрбие құстың қос қанаты деп жатамыз ғой. Біреуі жаңағындай төмен болса, ол құс ұша алмайды ешқашанда. Сондықтан да қашанда тәрбие мен білім бірге жүру керек. Әл-Фарабидің сөзі бар, бірақ соны біз сөзін айтамыз да, іс жүзінде соны жүзеге асырмаймыз. Ал енді мына үлкендер, біз өзіміз жастарға қандай өнеге көрсетіп жатырмыз? Біз қандай үлгі көрсетіп жатырмыз? Өзіміз жаңағы біз мына кездесулер ұйымдастырған кезде бір әлі есімде бір жас бала сондай сұрақ қойып, дінтанушы Кеңшілік Тышқанұлымен бір мектепте кездесу болғанда бір бала айтады, 6-шы сыныптың. Ағай дейді, міне сіз айтып жатырсыз жаңағы насыбай, темекі деген жаман деп дейді. Бірақ дейді, мысалы менің әкемді, әй, анау жаман, сен өскен кезде бүйтпе дейді. Өзі менің әкем темекіші кетті дейді. Қалай мен сонда ол дейді. Міне қараңыздаршы, ол бала деген қарап өседі. Мысалы ол өзінен өзі бала өспейді, оның әкесінің, шешесінің тәрбиесі екеуі толыққанды болғанда ғана бала өсіп жетіледі. Ал енді жаңа сіз айтып жатырсыз, мынау жаһандану келе жатыр дейсіз, біз ұлт болып жұтылып кетуде қаупі бар қазір. Бірақ қазақ енді халық қылып жаратқаннан кейін бізді енді жаратқан Құдай Алла тағаламыз жаратқаннан кейін бізді әр халыққа бөліп жаратты ғой. Біреуін қазақ қылды, біреуін өзбек қылды, біреуін орыс қылды, біреуін араб қылды. Неге бізді бөлді? Әйтпесе бәрімізді бір-ақ халық қылып жаратуға болушы еді ғой. Міне барлығымызды ұлттық ерекшелігімізбен бөлді, өзіміздің құндылығымызбен бөлді. Біздің мына ұлттық бойымыздағы бар, қанымыздағы бар, кодымыз, соның барлығын біз ешқайда да кете алмаймыз одан. Ол түптің түбінде шығады. Енді осы жақында біздің Саржайлау деген этноауылымыз, осы қара шаңырақтың бір бағыты, сол кезде біздің мадияр ғой, мына венгрлік бір бауырымыз осында Дәуіт Қара, Давид аты, Дәуіт Қара деген қазір Назарбаев университетінде жұмыс істейді ол кісі. Сол кісі келді қонаққа. Мен 2 айдан бері осы Астанада жүредім дейді. Бірақ қазақтықты сіздерден ғана көрдім дейді. Соған риза болып кәдімгі сол кезде сұхбат алдым. Сол кезде айтады, мен 25 тіл біледі екен. Оның ішінде түркі тілдерінің бәрін білем дейді. Жапон тілін біледі, жаңағы ағылшын тілін біледі, Америкада көп жыл тұрған, Жапонияда көп жыл тұрған. Өзі айтады, енді барлығымыз түбі бір түркіміз дейміз ғой. Жаңағы қыпшақпыз деп жүр ғой. Соны айтады, біздің дейді, біздің дегені өздерімен бізді қосып тұр. Біздің түп тарихымыз, біздің салт санамыз, біздің дәстүріміз дейді. Ол бәрінен биік дейді. Ол барлығынан терең дейді. Сондықтан да
жаңағындай американ болсын, басқа болсын дейді, ол бізбен теңесе алмайды дейді. Сондықтан оның бәрін мен көрдім дейді. Көзімнің жеткені өздеріңіздің салт дәстүрлеріңізді сақтаңыздар, өздеріңіздің тәрбиелеріңізді сақтаңыздар. Сонда ғана сіздер ұлт болып қаласыздар дейді. Ал енді біз қазір өзі Жапонияда тұрғанда айтып жатыр. Қазір мысалы біз қызығамыз ғой, Жапониянікі бәрі керемет, жаңағы дамып кеткен, жаңағы техникасы қарыштап дамып жатыр деп. Ол жерде мына жас отбасылар үйленгілері келмейді дейді. Қыз бен жігіт үйленгісі келмейді, олар мүлде жаңағы отбасын құруды ойламайды дейді. Олар қартайып бара жатыр дейді. Ал сіздерде барлығы бар. Сіздер өздеріңіз безіп жүрсіздер дейді. Тағы да бір айтайын дегенім, біз мысалы қазір көбіне гендер мәселесін көтеріп жатырмыз ғой. Ол айтады, бізде ондай мәселе мүлде көтерілмейді дейді. Мектептерде оған тыйым салынған дейді. Ал енді конституцияларында қалай жазылған? Әке ол еркек, ана ол әйел деп жазылады екен. Ал біз қазір мына шеттің қаңсығын өзімізге таңсық қылып алып жатырмыз бәрін. Біз айтады ғой, бір танымай бір бәрін, әйтеуір өзіміздікі жаман, басқасының бәрі жақсы деп. Ал соның бәрінің ертең қандай зардабы шегіп жатыр? Міне қараңызшы, орыста болып көрдік, арапта болып көрдік, батыста болып көрдік. Түптің түбінде біз қайда келіп жатырмыз қазір? Қазір мектептердің бәрінде ұлттық құндылыққа негізделген жоба деген шығып жатыр. Соған біз келіп жатырмыз. Мысалы, мен осыдан бірнеше жыл бұрын осы ұлттық тәрбие, ұлттық құндылық деп жүрген кезде маған айтатын, сіз дел құлысыз ба? Сіз қайдағы бізді 19 ғасырға апарайын деп жатсыз ба? Не айтып жүрсіз дейтін. Міне, менің айтып жүргенім міне дәл қазір келіп жатыр. Неге? Өйткені біз түсіндік. Біз айырылып, кеше қаңтар оқиғасында жастарымыз қалай болды? Мысалы, қазір өткенде міне осы Шымкенттен келдім, тағы бір сөзім бөлініп. Меккеге бара жатыр екен өзбектер, сол жерден көріп қалдым. Барлығының үстінде ұлттық киім. Барлығының басында ең болмағанда тақия. Ал біздің жастарды көріп тұрмыз жерде. Шоқшаса теке сақал, қысқа балақ, болмаса тағы былай оранып алған. Біздің ұлттық ерекшелігіміз қайда? Біз неге басқаға безуіміз керек? Осы тұрғыда бір сұрақ, осыны бір шамалы тағы бір қозғайтын болсақ осы тақырыпта. Жаңа айттық қой, енді 21 ғасыр, жаһандану заманы, қазақ өзі 30 жыл ғана егемен мемлекет, өзіне бір алдына мақсат, міндет қойып дамып келе жатқан ұлттардың бірі ғой енді. Осы орайда бір жағынан жаһанданудан қалып қоймай, үлкен әлемде, 190 мемлекеттен тұратын әлемде өз орнымызды таба алатындай, заманауи бір жағынан қоғам бола алатындай. Бірақ екінші жағынан жаңағындай өзіңіз айтып отқандай, түп тамырымызды ұмытпайтындай болуымыз қажет болса, осы 21 ғасырдың қазағының 21 ғасырдың қазағының портреті негізі қандай болу керек сіздің ойыңызша осы тұрғыда? Екеуін бірдей ұстап тұра алатындай. Енді қараңызшы, мына бәйтерек ағашы не? Бәйтерек кейде маған былай болып елестейді. Баяғыда енді осы 30 жылдық заманда болған нәрсе ғой ол. Бір жерге бір үлкен бастықтар келе жатқанда тамырсыз алады, ағашты отырғызып, гүлді отырғызып, жайнатып, бастықтар кетіп қалғаннан кейін барлығы шіріп қалады ғой. Сол сияқты елестейді. Мысалы қараңызшы, тамыры терең бәйтеректің ғұмыры ұзын ба, әлде жаңағындай бүйтіп топыраққа тыға салған ағаштың ғұмыры ұзын ба? Әрине, тамыры терең бәйтеректің ғұмыры ұзын. Міне біздің тамырымыз, өзіміздің түп негізіміз, жаңағы ұлттық тәрбиеміз, құндылығымызды сақтай отырып, өзіміздің ерекшелігімізді сақтай отырып, жаңағы шеттің, батыстың болсын, шығыстың болсын, жақсы дүниесін алып, әсіресе техника жағынан, технология жағынан, сол жағын алып, өзіміздікімен, жаңағы білімімізбен, өнегелі тәрбиемізді қосып, құндылығымызды ұмытпай, ең бірінші тілімізге, ділімізге берік болып, сонда ғана біз жаңағындай дами аламыз. Біз оны мынандай өзіміздің мына кеудемізде, көкірегімізде құндылығы жоқ болып жаңағындай, ой, бізде барлығымен бірдей боламыз. Маған әсіресе мынау қазіргі айтатын бір бізде клиптік мышление, біз анандай бір қаншама минут, 3 минуттан артық нәрсені қабылдай алмаймыз деп жатады ғой. Ал біздің, енді мен тағы айтсам, тағы айтасыз не, ата-бабаларымыздан қалған біздің бойымызда бар ғой, есте сақтау қабілеті. Бізге барлығын жаттанды. Біз ауызша әдебиетпен келген дүниеміз, ауызша тарихты. Соның бәрін оятып өзіміздің бойымызда. Біз өзіміз басқа рамкаға неге түсеміз?
түсінеміз, біз басқа ұлт емеспіз ғой, біз осы топырақтан жаралған ұлтпыз ғой, біз осы қазақтың жерінде дүниеге келген. Сондықтан да осы ерекшелігімізді сақтай отырып, басқаныкін да жаңағы жақсысын алып, жаманнан жиреніп, сонда ғана біз жаңағы берік бір мықты ұлт болып қалыптасамыз деп ойлаймын. Енді қараңызшы, міне қазір міне экософия деген ғылым бар, оны естігіңіз бар ма? 1970 жылы Арненес деген ғалым дүниеге әкелген екен. Германияда осылай сыртқа бір күні шықса, жас балалар торғайға тас атып ойнап жатыр екен. Сол кезде сол келіп қарлығаш келіп қонады. Сосын бір уақытта сол қарлығашқа тас атайын деп жатқанда бір бала басқа бір балаға айтады жаңа: "Әй, сен неге тас атасың? Атпа, бұл деген қарлығаш деген киелі құс қой" деп. Сол уақытта көгершін келіп қонады. Енді көгершінге ана бала тұрып қалады, көгершінге атуға бола ма, болмай ма деп. Сол кезде Арненеске ой келеді: қарлығашқа тас атуға болмайды, ал көгершінмен неге, жаңа торғайға неге тас ату керек? Содан жаңа киелі табиғат деген бір ғылым дүниеге келеді. Ал енді оны қазір 70-ші жыл дүниеге келді, ол пайда болды ол ғылым. Ол жаңағы мына табиғаттың киесі арқылы, қиссалар, аңыздар арқылы жаңағы жан жануарлар тіршілік иелерін жаңағы сақтау. Ал енді өзіңіз қараңызшы, біздің ата-бабаларымыз ол Арненесті білмей-ақ, экософияны білмей-ақ, экологиялық мәдениет, экологиялық тәрбие дегенді білмей-ақ, олар балаларын қалай тәрбиелеген? Біздің бала кезімізде жаңағы айтатын: "Құсқа тас атпа, құстың жұмыртқасын сындырма". Бәрімізді білеміз ғой, жаңағы бұлақтың көзін аш, көк шөпті жұлма, тіпті ана балапан шығып жатқанда сары гүлдерді жұлма деп айтатын. Міне осылай тәрбиелеп, мына біз енді ар жағымыз табиғатпен астасып өмір сүрген, үйлесімде өмір сүрген халықпыз ғой, ұлтпыз ғой. Міне біз осылай баланы тәрбиеледік. Қазіргі өздеріңіз қараңыздаршы, біз өткен жолы этноауылымызға жас мектептің оқушыларын шақырып, осы экологиялық тәрбие бойынша бір шара өткіздік. Сонда анау көліктен түскен балалар жүгіріп келді, ормандағы ағаштарды жұлып, бұтағын сындырып жатыр. "Ай, балалар, ай, болмайды ғой" десем, "Неге болмайды?" дейді. Міне көрдіңіз бе? Сол неге болмайтынын оларға ата-анасы түсіндірмеген, ұстазы түсіндірмеген. Біз бала кезімізде 1 сәуір күні баршамыз алып, жаңағындай ұлдарымыз құстың ұясын жасап, ағашқа іліп, біз ағаштардың түбін сылап, біз әрбір үйдің бәрі жинап, тап-таза қылып, тіпті біздің аталарымыз, көз көрген аталарымыз көшеге түкірмейтін, түкіргіштер болатын. Сіз байқайсыз ба? Тіпті соңындағы сорақысы келген, біз қазір айыппұл салдық. Міне қараңызшы. Ал мен мысалы балаларға бір рет осындай бір жағдай болған, енді ол көптеп кездеседі. Шенді де, шекпенді де әртүрлі адамдар бір керемет костюм киіп алған ана ақ орданың жанында жүрсе де көшеге тұрып түкіріп тұра береді. "Ай, қарағым, неғып түкіріп тұрсың? Сіздің жұмысыңыз қанша?" дейді. Ал енді мен осындай осыдан 1-2 жыл бұрын сондай жағдай болған. Бір мектептің оқушылары түкіріп тұр екен, жандарына келіп: "Әй, балалар, қазақсыңдар ма?" деймін. "Көріп тұрмын, қазақ екен, бірақ намыстарын оятайын" деп. "Иә, қазақпыз апай" дейді. "Ай, қазақ емессіңдер ғой." "Неге?" дейді. "Апай, қазақша сөйлеп тұрмыз, түріміз қазақ." "Жоқ, қазақтар жерге түкірмейді" деймін. "Неге?" дейді. Мен айттым: "Сендер білесіңдер ме? Қазақ 1000 өліп 1000 тірілген" деп айтады. Қазақтың қай сүйегі қай жерде шашылып жатқанын білмейміз. Сендердің міне арғы бабаларының сүйегін үстінде түкіріп тұрулары мүмкін. Мына жерде сендерге Бөгенбай, Қабанбай, Райымбек бабаларың қорғап қалды. Осы заманда сендер жақсы өмір сүрсін деп. Ал сендер кеп оған түкіріп тұрсыңдар. Қазақ қана өзінің анасын, өзінің тілін ана тілім деп анасындай құрметтейді. Өзінің анасындай жерді жер анам деп құрметтейді. Отан анам дейді. Ал сендер кеп жаңағы жер аналарының бетіне түкіріп тұрсыңдар. Қазақтың баласы анасының бетіне түкіре ме дегенде, ана балалар: "Кешіріңізші апай, біз енді олай істемейміз" дейді. Жүректен шыққан дүние жүрекке жетті ме? Міне осылай тәрбиелеу керек балаларды. Мен ылғи айтамын, қашанда әдебиет пәнінің мұғалімі, тарих пәнінің мұғалімдері патриот болу керек. Оны жүрегінен шығып айту керек. Сонда ғана біз жаңа патриот, ұлт жанды азаматтар тәрбиелей аламыз. Жаңағы сонда ғана біз толыққанды, біз өзіміздің елімізге, жаңағы тілімізге, жерімізге, табиғат анамызға деген құрмет болған уақытта ғана біз жаңағында өзіңіз айтқандай кемел, шеттікін де барлығын бір жақсысын алатын бір кемел, тамаша ұрпақ тәрбиелейміз. Бірінші ұлттық құндылықтарға назар аудару керек. Яғни өзіміздің кім екендігіміз деген, мен кіммін деген сұраққа жауап беру керек дейсіз алғашқыда. Окей. Осы тұрғыда жаңа сіз экология туралы айтып отырсыз, бір зерттеудің нәтижелері есіме түсті. Осы жастар ғылыми зерттеу орталығы деген үлкен бір жастар мәселелерін зерттейтін ғылыми ұйым бар. Сол ұйымның зерттеулеріне сәйкес 18 жастан төмен балаларға экология тақырыптары
андай бір топ 5 проблеманың ішіне кіреді екен. Мысалы, егер 18-ден асқандар үшін ол жаңағы үй, білім, жалақы, азық-түлік тағы сияқты мәселелер болса, 18-ден төмен балалар үшін осы топ 5-тің ішіне экология тақырыптары да кіреді. Ол қарапайым экология, климаттың өзгеруіне енді ауқымды проблема деп алсақ, оларға қарапайым, мысалы, үйдегі судың шекті болуы, сөздің шынында керек ысырап қой, шомылғанда тіс жуған өзінде суды ағысып қояды, суды кранды кейде жабуды ұмытып кетіп жатады. Ал қазіргі жасөспірім балалар оған назар аударады екен. Мен өткенде бір кісі сол тақырыпта бір үлгі қылып айтып отыр. Сіңілім дейді, үйіме келіп енді таңертең жаңағыдай жұмысқа дайындала бастаған кезде келіп өзіме ақыл үйретіп кетті. Неге суды сонша көп құртып жатсың, ертең су жетпей қалады. Кішкентай жасөспірім 12-дегі бала. Сондықтан бұл жерде жаңағы өзіңіздің де бір жағынан ол біздің енді ата-бабамыз көшпенді болғаннан кейін оларға табиғатпен етене бір үйлесімдікте өмір сүргеннен кейін оларға өте маңызды болған тақырып. Екінші жағынан қазір әлемде де трендтердің бірі ғой экология тақырыбы. Себебі өзіміз көріп отырмыз климаттың қалай лезде өзгеріп отырғандығы. Сәйкесінше бұл жаңағы жасөспірімдерге де өте маңызды. Біз енді қазіргі осы өмірімізге үйреніп қалғаннан кейін оларға не қалдырамыз? Бізге бүкіл үйреншікті көрінеді, олар өз болашақты ойлайды. Сәйкесінше оларға жаңа өзіңіз айтпақша тура жаңа бір жағынан заманауи тақырып трендтердің үйлесімдігі, екінші жағынан өзіміздің жаңағы ол ата-бабамыздан бізге келе жатқан ол осы жерде тура келеді. Енді келесі бір үлкен ауқымды тақырыпқа өтсек, тәрбие мәселесінде. Енді біреуге нақыл айтуға, тәрбие айтудан қазір өзі қорқатын заман болдық. Бір айқама біреуге бір нәрсе айтып қалсаң, кейде ата-анасы ренжіп шығады. Бірақ соған қарамастан халқымыз қызға мысалы 40 үйден тыйым деп қыз тәрбиесіне өте қатты назар аударады. Себебі ол болашақ ана дейді, ошақтың иесі дейді, тағы басқа да үлкен енді рухани тұрғысында енді қыз баланың әсіресе қазақ қоғамында орны бөлек қой. Бір жағынан. Екінші жағынан ұл тәрбиесі мәселесі де бар. Кейде осы мәселеге кейде байқаймын назар аудармай кететін шығар деп. Осы тұрғыда қалай ойлайсыз? Ұл балалардың тәрбиесі тақырыбында бір өз ойыңызбен бөліссеңіз. Басында да айта кеттіңіз ғой, бұл тақырыпқа жалпы ұлдарымның тәрбиесі арқылы келді. Өзекті, өйткені өзімде қыз жоқ, ұл тәрбиесі, 2 ұл тәрбиелеп отырмын. Ұл тәрбиесі қазіргі мына көбіне балаларымның жолдастарына, достарына қарайсың ғой енді. Көбіне достары келеді. Менің бір айта кетсем, кішкентай ұлым қазір 15 жаста, бір 11-12 жаста болған кезде бір күні келіпті қуанып кәдімгідей. Ана бізге сынып жетекшісі болып Димаш деген ағай келді, тарихтан сабақ береді, керемет, біздің барлығымызды, ұлдардың бәрін, қыздардың бәрін топ басшылықтан алып тастап, ұлдарды қойды. Дұрыс болды. Қыздар қашан ұлдарды басқарушы еді, ұлдар басқару керек қой деп. Сол ұлымның сөзі қатты маған кәдімгідей әсер етті. Содан ұлым 6 ай бойы кәдімгідей қуанып жүрді. Анау Димаш ағайының бүкіл жаңағындай несін, сабағын бәрін етіп, тарихтан былай деп, біз бастықпыз деп сөйтіп жаңағындай өзінше. 6 айдан кейін Димаш ағай кетті де қайтадан қыздар бастық болды. Содан кейін апай келді, бәрін қыздарды қайтадан бастық қойды. Солай болады ма екен деп. Содан кейін ойландым, шын мәнінде де біз ұл балаға жауапкершілікті жүктеуден қорқатын қоғам болдық қазір. Біз көбіне мына қазіргі мен кейде бір көптеген енді психолог болмасам да осындай жолда жүргеннен кейін көптеген қыз-келіншектер өздерінің қиындық проблемаларын айтады, соларды бір шешуге тырысам, отбасын сақтап қалуға тырысам. Сондай жағдайда байқағаным көптеген жағдайларда мынау әйел адамдардың жауапкершілігі өте мол да. Ер азаматтарымыз енді барлығына төпірек шашпаймын, бірақ соған неге деген сұраққа өзім жауабын іздедім. Шын мәнінде ер баланың тәрбиесін біз қолдан жаңағы кішкене кетіріп алыппыз. Ер баланың тәрбиесін біз жауапкершілікке тәрбиелеуді, еңбекке тәрбиелеуді, жаңағындай сен бірінші жаңағы жауаптысың, ертең сен болашақ әкесің деген сияқты. Тіпті осы ата-аналар өзімнің үлкен ұлым оқыған мектепте бір 8 жылға жуық ата-аналар комитетінің төрайымы болған уақытта жиналыстардың өзіне қазір ер азаматтар келмейді мектептің жиналыстарына. Тек қана әйел адамдар келеді. Содан ақ байқауға болады. Мен қызым
қызым 4-тен 5-ші сыныпқа ауысты. Осы өткен аптада ата-аналар жиналысына барып едім. Жалғыз өзіңіз отырып. Жалғыз өзім отырып, сөз қысылғаным бар сөз ішінде. Сіз қысылмаңыз. Сіз керісінше өте дұрыс деп отырсыз. Міне сол келген уақытта ер азаматтар келмейді. Біздің уақытымыз жоқ дейді. Мысалы, әйел адам үйі бар, баласы бар, өзінің жұмысы бар. Соның арасында балаларына тәрбие беруге тырысады ғой. Сол барлығын әйел адамның мойнына артып қойған. Мен кейде айтам, ер азаматтарды көрсем айтам, егер де сіз уақытым жоқ деп, осы ата-аналар жиналысына балаңыз үшін бір жарты сағат, әрі кеткенде 1 сағат уақытыңызды қиып келмесеңіз, ертең балаңыздың қартайғанда сізге 1 сағат уақыты болмайды деймін. Өйткені жаңағы ер балаларымыз, маған ұлымның қатты әсер еткені, ұлымның жаңағы сондағы айтқаны, міне қазір енді әрине қыз балаларды жаңағы топ басшылыққа болсын қою мұғалімдер ыңғайлы. Өйткені ер балаларымыз кішкене біздің кейіндеу дамиды ғой. Соған қарағанда бүйтіп, ой қыздар тез болады ғой, жарайды ол жаңағы топ басшы болсын, андай болсын, мындай болсын деп, ал ұл балаларға жауапкершілік артпаймыз. Бала үйде анасының тәрбиесінде, балабақшада апайының тәрбиесінде, мектепте тағы мұғалім апайдың тәрбиесінде, сөйтіп ол өңкей әйел тәрбиелеген жаңағындай ұлдан біз ертең қандай жауапкершілік күтеміз? Содан кейін жаңағы ажырасу, содан кейін жауапкершіліктен қашу қаншама келеді. Осындай үлкен менің бір танысым болған осыдан 4-5 жыл бұрын. Қазір жаңағы сол тастап кеткен адам үлкен лауазымда отыр. 3 баласымен, 2 баласымен былай, іштегі баласымен бір келіншек тастап кетті, 3 баласымен бір деймін мысалы, иә. Сол кезде ешқандай жауапкершілік жоқ мойнында. Ал ата-ана екеуің отбасын құрғаннан кейін, баланы дүниеге келгеннен кейін, баланың жауапкершілігі екеуіңе бірдей. Сондықтан да ұл баланың бойында жаңағы жасық болмау үшін, жаңағында жігерсіз болмау үшін, жауапкершілігі мол болу үшін ер азамат. Ер азаматтың ұл баладан тәрбиесін қандай? Ер азаматтың тәрбиесі қыз балаға да керек, ұл балаға да керек. Бірақ ер азамат кейде айтады, менің уақытым жоқ. Қандай уақыт? Міне, жарты сағат келдіңіз, тіпті үйде бірдеңе жасап жатып, жаңағы бір табуретканың сирағы сынып қалды. Ай, балам кел, балған әкел, табуретканың сирағын жөндеп жүрейік. Болмаса жүр барып жаңағындай футболға барып келейік. Болмаса бір моншаға барып келейік. Сол екі ортада баламен қарым-қатынас. Бала деген ол жаңағындай оған бір керемет бір уақыт арнайтын емес. Күніне сіз ең болмағанда бір 45 минут баламен, ұл баламен жаңағындай ақылдасып айтады ғой, тағы да біз қазақта бір мықты не бар, балаңды аямасаң, аясаң аяма дейді. Мысалы, ұл баланы жұмысқа салу керек, еңбекке үйрету керек. Кейде мысалы жаңағындай болады, ой біздің балаларымыз бармайды ондайға, біз жаңағындай қар тазалауға бармайды, ұлдарымызды бүйтпейміз. Сонда біз кімді тәрбиелеп жатырмыз? Ертең сосын сол балалардан біздің ертең болашақ немерелеріміз, болашақ жаңағыдай келіндеріміз зардабын шегеді, мынау кім тәрбиелеген деп. Баяғыда бізге шешеміз бен әкеміз марқұм, бірақ сөз бартын, кімнің тәрбиелеген, қай иттің тәрбиелеген баласы дегізбе дейтін. Сондықтан да қазіргі заманда міне тағы да ол кеп осы ұлттық тәрбиеге тіреліп отыр. Әке бола білу керек, ана бола білу керек. Сонда ғана біздің жаңағы балаларымыздың ұлдың тәрбиесі дұрыс болады. Ұлымыз жаңағындай рухты, жігерлі болу үшін біздің өзіміздің ер азаматтарымыз жігерлі болу. Осы тұрғыда қаншалықты ата-ана осыған дайын? Өкінішке орай отбасы факторы өте маңызды ғой. Анау кез келген тренингтердің өзінде, мысалы коучерлердің өзі үйрететін ең бастысы ол 50%-дан ары қарай да кейде 70%-ға дейін болуы мүмкін. Ол қоршаған ортаның факторы, адамның тұлға болып қалыптасуына, кез келген бір нәрсені игеруге де әсер ететіні ол қоршаған ортасы. Ол жаңағы достары ма, сыныптастары ма, туыстары ма, әке шешесі, отбасыдағы басқасы. Осыған қаншалықты жаңа айтып отқаныңызға біздің ата-аналармен жалпы әке мен шеше дайын осыған? Өкінішке орай, мына мен енді біраз ойлаймын, зерттеп жүріп, мына 90-шы жылдарда қиын замандан өттік қой біз. Енді біз айтамыз, мына аналарымыз Аллаға барқалап, біздің экономикамыз сақтап қалды, еліміз сақтап қалды деп. Сол өкінішке орай, сол 90-шы жылдары аналарымыз сондай сақтап қалғанмен, солардың өсіріп өткен балалары кішкене біздің тәрбиеден кемшін қалды. Бүгінде сол балалар ата-ана болып отыр, жас ата-аналар. Өте қиын ата-аналар қазір, олар көп жүктейді. Оған қоғам, мемлекет, болмаса жаңағындай мұғалім, директор, жаңағы бәрі кінәлі. Тек қана өзіміз кінәлі емеспіз.
тек жаңағы ата ана бәрін жүктеп қойған. Ал енді дүниеге келген мен талай міне осы жазды күні бір оқиға болған, сондай мектептен бір дәріс оқуға, көктемде дәріс оқуға бара жатсам, есіктен бүйтіп атып шыққан ана, қолында кішкентай баласы бар, шошып кеттім, өзі ана баспалдақтан құлап кетер задым. Келіп директор мен мектептің жаңағы завучынан сұрасам, айтады, жаңа ғана ұрсып шықты, 2 бала төбелескен, одан кейін осы ата ана келіп иттерімізді басымызға қаптады дейді. Мысалы, кішкене тәрбие жоқ. Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, қаншалықты ата ана болуға дайын. Мен қашанда қай мектепке барсын, балабақша үшін, тіпті қазір айтамын, әр мектеп, әр балабақшаның жанынан қазір ата-аналар жақсы ата-ана болу, өнегел ата-ана болу клубын ашу керек деймін. Қазір ата-ана болуға үйрету керек. Қазір ата-ана болуға жастар дайын емес. Қазір өзі жалпы мынау ажырасудыға міне тақырыпқа тағы келіп қалдық. Қазір мынау ахаж бөліміне бару, отбасын құру деген бұрын бір киелі сияқты көрінетін ғой. Ана жерге барып, кәдімгі қазір тіпті отбасын құру үшін өтініштің өзін үйден жаза саласың, болмаса кроссовкамен барып жаңағындай жаза саласың. Бір киесі жоқ та. Сондықтан да бір киесін жоғалтып алғандықтан да ойлаймын, қазір бір отбасының да құндылығы болмай қалған. Қазір ойламайды жастар. Қосылады, ажырасады. Артындағы баланың тағдыры ешкімнің басын ауыртпайды. Ол баланың тағдыры ертең оның кім болады, ол жарты кеш бала бола ма, ертең оның психологиялық тұрғыда қалай болады, ешкім ойланбайды. Мен сондықтан да айтамын, мынау жастар, ахаж бөлімінің міндетті түрде үйренетін жастармен психологиялық болсын, жаңағы мына ата әжелер клубы ма, осындай бір дайындау керек та, сосын ғана. Сосын бізде мына қоғамда, мемлекетте қазір ондай, жаңа сіз тренд деп айтып жатсыз ғой, жастардың тілімен айтқанда. Қазір бізде мынау 50 жыл тұрған, 60 жыл тұрған, 40 жыл тұрған отбасыларды соларды дәріптеп, соларды үлгі қылу керек. Бізде қазір кім үлгі болып жүр? Бізде жаңағында жұлдыздар, жаңа тырнақшаның ішінде сондайлар үлгі болып жүр. Біреуден ажырасады, біреуге қосылады. Ол енді нормды олар жастар үшін. Ал бізге ол болмау керек, ол үлгі өнеге. Ол бізге қазіргі өзіміздің құндылығымыз сақтап қалу үшін, ертең балаларымыздың тағдырын сақтап, болашағымыз сақтап қалу үшін біздің өзіміз мына айтып жатсыз ғой, жаңағыдай осындай үлгі өнегелі аталарымыздың, әжелеріміздің өмірінен ана билбордтарда сол ілініп тұратын сондай үлгілі отбасылар болу керек. Ол жаңағы жылына бір рет өтетін мерейлі отбасы емес. Ол бірақ өтетін, ол күнде болу керек. Осындайларды көрсету, оны мектептен бастауымыз керек. Сондықтан мына халықтық педагогика негізінде, сосын жаңа сіз айтып жатырсыз, ата-ана қалай болады. Міне балаларға мектептер күні кеше ғана мен сіздердің алдыңызда бір мектепке барып ата-аналарға жаңағы дәріс өткіздім. Сол кезде өзімнің сыйлығымды алып барып, қазір осы мен өзімнің дәрісімді оқып біткеннен кейін ата-аналарға сұрақ қоямын, сосын сыйлығым бар. 10 мақал мәтел айтатын, оның мағынасын түсіндіріп беретін. Отырған 50 ата-ананың ішінде 2-ақ ата-ана маған мақал айтты, оның ішінде 3-ақ мақал мәтел, күнделікті өзі көп былай пайдаланатын мақал, оның ішіндегі жаңа менің айтқан дәрісінің ішінен алғаны бар, мағынасын түсіндірген 2-ақ ана шықты. Қалғандары жоқ, өздері жазыпты. Біз үйге алдық деп жаңа кері байланыста солай жазған екен. Сонда қараңызшы, егер өзі қазір оқуға құштар мектеп, неше түрлі жобаны шығарамыз ғой, егер де ата-анасы кітап оқымаса, ұстазы кітап оқымаса, ол баладан қалай біз оқуға құштар баланы, кітап оқитын баланы шығарамыз, айтыңызшы. Мен шақырады кей кезде мектептерге, сіз ертегі оқып беріңізші дейді, соны отчеттарына кіргізеді. Мен айтамын, мен бір күн барып ертегі оқып кеткенмен ол балалар кітап оқып кетпейді ғой. Сонда ертегі оқумен де айналысасыз ба? Иә, жалпы ертегел ертеңі деген жобам бар. Бұл жобаның дүниеге келуі де қызық. Карантиннің уақытында еліміздің бәрі індетте тығылып отырғанда мен енді Астана қаласындағы орталықтандырған балалар жасөспірімдер кітапханасымен жалпы бүкіл кітапханалармен байланыстымын. Сол уақытта бір күні Жазира Едігенова деген жаңағы кітапханашы, жаңа кітапхананың басшысы маған бір сурет жіберіпті да WhatsApp-ма. Сөйтсем, кітапхананың жаңа терезесінен сығалап жүрген балалардың суреті. Кітапханалар жабық. Ананы көргенде жүрегім ауырып кетті да. Мен не істей аламын?
деп үйде отырып осы ертегі ел ертеңі деген жобасы туып үйден отырып жаңағындай әлеуметтік желіге шығып ертегі оқи бастадым. Сөйтіп сол ертегім жаңағындай кейіннен бұл енді мектептерге, балабақшаларға барып оқып жүрдім. Енді жаңағындай сол тағы бір қызық болған бір одан кейін осы ертегі керек па кімге, балам енді түсіруден жалығып кеткен ғой үйде түсіргеннен. Сосын бір күні дүкенге барып тұрсам бір әйел келіп айтады: апай, сіз ертекші апасыз ғой? Иә дейді, менің 5 балам бар, сізді үнемі тыңдайды дейді. Содан кейін сол ертегіні қай жерде оқисыз сонда? оны мен әлеуметтік желі арқылы оқыдым ол кезде. Одан кейін енді қазір одан кейін міне 1-2-3 жылға кетіп бара жатыр ма, мен оны қазір мектеп, балабақшалар, мектептің бастауыш класстарына, балабақшаларға барып оқимын. Сол ертегіні оқығаннан кейін міндетті түрде балаларға сұрақ қоямын: ертегі оқисыздар ма, өздеріңде ертегі кітап бар ма? Ең соңында міндетті түрде ертегі кітаптарды сыйлап кетемін балаларға. Өйткені ол балалардың ең бірінші ертегісі. Кейбір балалардың өкінішке орай мен сыйлаған кітап ең бірінші ертегісі, ең бірінші кітапханасының кітабы болады. Тамаша жоба екен. Иә, өкінішке орай енді қазір кішкене бір уақыт тапшылығына қарай көп жерлерге бара алмайсың, өйткені жоба былай. Бірақ ол жобаны болашақта мен бір телевидениемен байланысты өткізгім келеді, бірақ әлі де оған енді менде бір тамаша бір ұсыныс туындап отыр осы орайда. Ертегілерден бізде Самғау Digital деген жасөспірімдерге арналған оқытатын платформа бар. Сонда осы өзіміздің ұлттық ертегілердің тұрғысында белгілі бір курс дайындасақ, өзін жаңағындай оқып, мүмкін қасыңызға тағы да балаларға енді анандай тең-теңімен дегендей бала жасындағы бір-екі жасөспірім, бір-екі қызығушылығы бар балаларды тартып, бүкіліңіз бірлесіп жаңағындай оқытып, балаларға жеткізетіндей сондай бір курс дайындасақ, ол кәдімгідей сақталып қалып қояды ғой. Әр жыл қайта басудың қажеті жоқ, бір жыл сақтап сөйтіп салып қойса, үлкен бір ұлттық тәрбие тақырыбында үлкен бір шамалы болса да бір үлесіміз болады. Біраз нәрсе істеп жатырсыз, жаңағы өз бүгінгі әңгімелеріңіздің кейбір нәрселер өзіме жаңалық болып жүр. Сіз енді 1 жылдан астам уақыт танимын ғой, бірақ сонда да кейбір жаңа айтып отқан ертегілер болсын, тағы басқа кейбір жасап жатқан жұмыстарыңыз мен өзіме бір жаңалық көрініп отыр. Сөз ішінде соған қарағанда біраз іс атқарып жүрсіз, ол сіз оңға баса берсін. Енді жаңағы жастарға қатысты қорытындылайтын болсақ, енді мен сіздің бүгінгі сөздеріңіздің ішіне тағы бір өзіме түйгенім, айта кеттіңіз ғой, пандемия кезінде балалар кітапхананың алдында жүр екен, ойландым, мен не істей аламын деп. Енді ол туралы көп адам бір нәрсе айтады ғой, Кеннедидің сөзін айтады: сен мемлекет саған не істей алмайды, сен мемлекетке не істей аламын деп ойла, деп тағы да басқа. Енді нақыл сөз жетеді, құдайға тәуба, адамзаттың тарихында жиналған біраз құнды дүниелер бар. Соған қарамастан да осы нақыл сөздерден тыста қарапайым практикадан жаңа айтып отырсыз, мен не істей аламын деп ойлап, оны ертеге айту тақырыбына келдім деп. Осы тұрғыда да тағы да басқа осы үлгіде жастарға қандай қосымша ақыл кеңес берер едіңіз? Енді мен жалпы мына жастармен кездескенде, көбіне жаңа студент жастармен, жоғары сынып оқып кез келген жастармен кездескенде, жастардың көзіне қарап, жастардың көзінен от іздеймін, рух іздеймін. Кейде мына ұл балалар артына қарай отырып, қыз балалар алға шығып кетіп отырады да, сонда айтамын: әй ұлдар, бері қарай отырыңдар, сендер алдыға шығып отырыңдар. Ертең осы біздің елімізді жаңағы мына отбасын алға сүйрейтін сендерсіңдер деймін. Жастардың бойынан не іздеймін? Жастарға айтар қандай ақылым бар? Жастар ең бірінші әрине білімді болсын, сонымен қатар һәм өнегелі болсын, өрелі болсын, рухты болсын, әрқашан жүректерінде жаңағындай рух болсын, көздерінде жалын болсын. Міне осындай жастар ғана біздің сонымен қатар рухы бар, жаңа көзінде жалыны бар жігіттер, қыздар, олардың қашанда олар отансүйгіш болады. Отан сүйгіш жастар көп болсын. Ол жаңағындай бір пафосына емес, шын мәнінде ол отанын қалай сүйсін. Әр азамат, мен кешеде бір жас ата-аналарға айттым, сен жаңағы балаларға, көшедегі балаларға ақыл айтқан кезде сен бір қиындық жағдайға түсіп қал. Болмаса жаңағындай бір нәрсе жасап жатыр, бір жақсы емес нәрсе. Сол кезде сен жастарға өзіңнің балаңдай қарауың керек. Бұл менің балам, бұл ертең Қазақстанның баласы, бұл қазақтың баласы деп. Сондықтан жастарға айтарым, өзінің жаңағы жанындағы адамдарының барлығына, жанындағы жастардың барлығына, барша жаңағы өзінің қазағына, ұлтына, еліне, мемлекетіне, бұл менікі. Бұл менің болашағым. Бұл жерде маған ата-бабам аманаттап кеткен, бұл менің туған жерім. Бұны Бөгенбай, жаңағы Райымбек, Қабанбайлар қорғап, маған қалдырған. Енді мен бұны мына жерімдегі жаңа арқалап өтіп, өзім жауапкершілікпен бұны қабылдап, бұны мен келер ұрпаққа осындай күйде тапсыруым керек деп.
осылай қарайтын жастар көбейсе екен деймін. Міне. Сондықтан да жаңағы білім, тәрбие, руханият, құндылық, салт дәстүр, тіл, діл деген мына жеріне көкірек көзіне құйып алса, сондай жастардан ертең мына кемел ұрпақ, жаңа Қазақстанды құратын жаңағындай өнегелі, өрелі, рухты жастарымыз, ұрпағымыз келеді деп соларға сенемін, және де болашақтың сондай болатынына сенім білдіремін. Рахмет, Тұрар Саттарқызы, сіз оңға баса берсін. Осы елім деп, жерім деп, ұлтым деп жүрген азаматтар саны көбейерсін. Сіз Рахмет. сізге көп. Алла разы болсын.